Қайырлы күн, ұстаздар. Сіздермен ұстаз KZ. Бүгін сіздермен courins3d.com сайтымен таныстырамын. Көк батырманы басамыз. Одан кейін өзіміздің Google аккаунтымызды немесе емейлімізді жазып тіркелеміз. Осы жерге өзіңіз кімсіз, мұғалімсіз бе, студентсіз бе, соны жазасыз. Сосын көк батырманы басамыз. Келесі бізде тіркелгенде осындай бет ашылады. Оны X-ті басып жабамыз. Келесі мінекей бізде биология пәніне арналған түрлі объектілер. Өсімдіктерге зоология арналған әртүрлі 3D объектілер бар. Және де физика пәніне, химия пәніне, география пәніне арналған түрлі объектілерді көре аласыздар. Бұлардың бәрін сабаққа қолданып, интерактивті белсенді тақтада көрсете аласыздар. Сол жақ бетінде әртүрлі разделдер бар, бөлімдер, яғни анатомияға байланысты, өсімдіктерге байланысты түрлі тақырыптар қамтылған. Мысалы, саңырауқұлақтар бөлімін ашып көрсетейін. Осы сабаққа кірейік. Саңырауқұлақтарға арналған сабақ өтетін кезде осы саңырауқұлақтардың ішкі құрылысын, тамырын және де жартылай бөлінген бөлігін, ортасын, құрылысын балаларға таныстыра аласыздар. Өте қарапайым сайт болып табылады, тіркелуде оңай. Келесі бөлімге өту үшін артқа шығу батырмасын басамыз. Мысалы, анатомия бөлімдегі тері тақырыбын ашып көрсетейін. Терінің қабаттарын осылай көре аласыздар. Жанында бөлімдер орналасқан. Осы жерден тамырлары, майлар қай жерде орналасқан, солардың бәрін көруге болады анық. Келесі разделге өту үшін осы артқа шығу батырмасын басып, қазір тағы біреуін көрсетейін. Анатомия бөліміндегі жүректің анимациясын көрсетеміз. Интербелсенді тақтада осылардың бәрін балаларға көрсетіп, түсіндіріп, сабақты жақсы есте сақтауға болады. Мінекей жүректің қалай соғып тұрғаны, оның арттағы, алдағы түрлері және де жақыннан көрсетіп, қан тамырлары қалай орналасқан, қалай жиырылып ашылады, соны көруге болады. Және де поделиться бөлімін басып, создать доступ для студентов, яғни оқушыларға арналған QR-код арқылы балалардың соткасына тікелей қосып беруге болады. Осы жерді басып, копировать етіп алуға болады осы QR-кодты, сосын балалардың соткасына жүктеп беруге болады, жіберіп. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен ұстаз KZ. Назарларыңызға рахмет.